Пайғамбарымыз айтқан, ким İhlas сүресін 3 жол оқыса, 3-іне жолы. İhlas сүресін білеміз, Estağfirullah. Qul huvallahu ahad, Allahus samad, lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Kim ошол İhlas сүресін 3-іне жол оқыса, ал Құр'анды баштан аяғы оқығаны соны алдырады. 3 жол оқи алмайсыз, оқисыздар. Ал эми ким 12 жолу оқыса, Аллах Таала ага бейіштен бір хан сарай құрып қояды. Бір 12 оқығанына. Аны керек болса періштелер баланчының хан сарайын зиярат қылып туралычы деп сұқтанып қаттап тұрышады. Ким İhlas сүресін 10 жолу оқыса, отырып оқыса тұрғанға чейін, тұрып оқыса отырғанға чейін күнөөсү жуылып тұрады. Эгерде ким İhlas сүресін 100 жол оқыса, Аллах анын 25 жылдық күнөөсүн кечирет. Эгерде ким İhlas сүресін 200 жол оқыса, Аллах анын 50 жылдық күнөөсүн кечирет. Эгерде ким İhlas сүресін 1000 жол оқыса, ал бул дүние менен коштошуп өтөрүндө өз көзү менен бара турган жери бейиш экенин көрмөйүнчө өлбөйт деген. Көзүнө бейишти Аллах Таала көрсөтүп туруп анан жанына алат деген.